Маңғыстауда ашық жобасына қатысатын кәсіпкерлік нысандарға келген тұрғындардың ішінде қызыл мәртебесі бар 109 адам анықталды. Оларға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 802 бабына сәйкес әкімшілік іс қозғалып, 30 айлық есептік көрсеткіш, яғни 87.510 теңге көлемінде айыппұл салынды. Сонымен қатар сары мәртебесі бар 44 адам тіркелген болатын. Облыс бойынша жалпы 733 кәсіпкерлік нысаны ашық жобасына қатысады және оларға 2 апта сайын арнайы тексеріс жүргізіледі. Сәуір айынан бастап Маңғыстау облысы қосылған. Сол сәуір айынан бастап қазіргі таңда бізде ай сайын 2 апта сайын есеп шығып тұрады. Бұл минималды чекиндар. Чекин дегеніміз неше адам кірген адамдарды сканерлерді, QR кодты тексерді және лидері дейді. Жоба лидерлері анықталады. Сол минималды чекинмен бізде қазір 20-дан төмен чекин өткізгендер 2 аптаның ішінде ол 20 кәсіпкер. 20 кәсіпкерді біз кәсіпкерлік нысанды ашық жобасынан 2 аптаға шығарып тастадық, деактивация жасап кодтарын. 20-дан жоғары, бірақ 20 чекиннен жоғары, бірақ соңында да төмен кәсіпкерлерінде тізімі бар, ол 83 кәсіпкер. Ол 83 кәсіпкерлік нысандарына қазір ескертпе жұмыстар жүргізіліп жатыр мониторинг топпен. Маңғыстау облысы ашық жобасына сәуір айынан бастап қатысады. QR кодпен тексерілгенде қызыл және сары мәртебесі бар тұрғындарға сауда, демалыс орындарына және ойын-сауық орталарына кіруге тыйым салынған. Ал жасыл және көк мәртебесі бар адамдарға кіруге болады. Аталмыш жобаға тіркелген 733 кәсіпкерлік нысандардың ішінде 639 қатысушының тізімі әкімдік сайтына жарияланған. Ал 74-і әзірше тесттік режимде жұмыс істейді. Аңсаған Ғалладенқызы, Қобылан Тәжібаев, Ақтау Ньюс.